Құрметті аудан тұрғындары, Жылой ауданы Құлсары қаласында табиғи апат салдарынан көптеген тұрғын үйлер суға кетті. Осыған орай әкімдік тарапынан суға кеткен үйлердің барлығын қазіргі таңда судан тазарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Екіншіден, судан тазарту жұмыстары аяқталғаннан кейін тұрғындарға тиісті хабарламалар беріліп, заң аясында бағалау жұмыстарын жүргізетін боламыз. Әрине, бұл жұмыстардың барлығы қолданыстағы заң нормаларына сәйкес жүзеге асырылатын болады. Одан бөлек, қазіргі таңда WhatsApp мессенджері арқылы көптеген аудио жазбалар тарап жүргені рас. Яғни теріс ақпарат, провокациялық сұрақтар, сауалдар таралып жүр. Осыған орай, осы айтылған аудио жазбаларға сенбей, тек қана ресми ақпараттарға сенулеріңіз сұралады. Барлық тұрғын үйге кеткен шығындардың барлығы да мемлекет тарапынан толықтай өтелетін болады. Қайсысы алдай отыр, соны бірінші шақыра береміз. Себебі бізге сразу келген осы қырғын халқымен бірден бір мезеттен қабылдап тұрсақ, арыз жаздыру ол мүмкін емес. Қайсысы бітіп жатады, соны шақыртамыз. Мысалы, жүз адамды аламыз да, сосын комиссия құрамыз. Комиссияның қасында өздеріңіз де боласыздар. Комиссияның составында ауылдың азаматтары, белсенділері, жанашырлары, құрылысқа, экспортқа соған бейім, мықты білетін адамдардың барлығын комиссияға тартамыз. Сосын үйлеріңізді бір-бірлеп жүріп аралап, қай жерге кетті, қай жерде бұзылып кетті, не істеу керек, соның барлығын есебін шығарады да сізбен ақылдасып айтады. Міне сіздің үйіңіздің есебі қазіргі таңда мынадай бағаға шығып тұр деп шығарып береді. Үйі түгелдей бұзып қалған азаматтарға осы ақысын алып, қанша қоңырау үй болды, қанша не болды, соның бәрін қарап сол жерден оценка шығарады да міне үйіңіз мынадай оценка шығып тұр, сіздерге қолдарыңызға ұстатады. Ары қарай сонымен жүреді. Сол оценка жасайды деп тұр. Су кеткенше қайда барып тұрамыз біздер? Құлаған үйге мен айтып отырмын. Тыңдашы. Апа, тыңдайшы. Бір адамның ғой мен сізге. Онда танымаймын ғой бәрін. Қазір басы былай болды. Мына айтайыншы бірінші. Түгелдей құлап қалған үй болатын. Оның бәрі енді қанша комнат не болуын білу үшін осы акция бар, үйін деп басып өтіп жатыр. Соны алып шығумен апа сізге түсінікті ғой, мына жерде азаматтар түсінбейді. Осымен барасың да апа, экономикада. Мен соны тыңдаңдаршы. Құдай тынышталайық. Құдай тынышталайықшы, Құдай. Өтініш. Гуманитарный помощь алу бойынша жалпы бүткіл тұрғындардың бәрі сол жерден барып алып жатыр, иә? Қазір біз екі жерге бөлейін деп жатырмыз. Екі жерге бөлеміз, айтамыз онда, иә. Сосын сол жерге келген гуманитарный помощьқа өздеріңіз барып, енді ана жерде халық болғаннан кейін, мына осындай талқы болғанда кішкене тәртіпке бағынбай жатыр. Сол бар, үстін басып жатыр. Егер деймін, ол жерде тұрғындар арасында өздері түсініп, шелекте тұрып, бір-бірлеп барып алса, бәрі де жақсы болады ол жерде. Сосын ол жерде әкімшілікті адам қойып отқан жоқпыз. Өздеріңіз сияқты активист азаматтарды, жанашыр азаматтарды қойып қойды ол жерде. Енді екінші апа мана арызға қатысты. Арызды ертең мына су кішкене тартылғаннан кейін өзіңіз апа мен қашан екенін айта алмаймын, мен көп келмесін, су бірақ жерде тартып ары қарай. Кеткеннен кейін әлеуметтік желіге шығарамыз. Так, бүгіннен бастап арыздарыңызға келіңіздер. Так, 5-ші микрорайон, например, айтып отыр. Бақтай басақ 4-ші ауыл, мына аумаққа келіңіздер. Біз бірінші былай қарайын тұрып қазір. Қай ауылдарда су ең бірінші тез тартылып жатыр, сол жерге барамыз да максималды түрде насосын сорамыз да, сразу сол ауылдың тұрғындарын шақырамыз. Бірге барамыз комиссияны, бірге қараймыз. Осында ақша бөлініп жатыр ғой, ақша. Сол ақшалар қайда кетіп жатыр? Қандай ақша? Ақша бөлініп жатыр дейді ғой, бүгін артистерден келіп жатыр, ақша келіп жатыр. Жоқ, апа, аға, дезинформация. Онда қаражат бөлініп тұрғындарға беру туралы. Онда ешқандай біз қаржы бөлінген жоқ. Бізге бөлінген тек қана гуманитарный помощь. Сосын бар ғой, сосын келіп жатқан жан-жақтан келіп жатқан тамақтар. Солар неге мына дұрыстап суға кеткен адамдарға, дұрыстап мына киім-кешек, жағдайлар жоқ, бәрі қалып қойған, медициналық сонда контроль жасамайды. Әрбір бір жерге тығып қояды ақпараттар. Олар ешқай беріп жатқан потому волонтер. Олар волонтерлар, сол жердегі ашық азаматтар өздеріңізде барып қасына бақылап қарап тұрады. Біз ол жерде
қатыспаймыз. Біз есігін ашып сол жерде қарап отырамыз, болды басқа. Біз өзіміз бәрі распределение жасамаймыз. Ол жерде қазір білесіздер, ауылдың азаматтары, манағы активист азаматтарды қасына тартып өздері распределение қойды, болды. Әкімшіліктің бірде-бір адам уже кірістіріп жатқан жоқ. Вообще кірістірмейміз ол жерде. Сіздер бақылаушы ретінде қараңыздар. Енді сол суға кеткендер спискісін беріңізші, соларға таратсын. Мына суға кеткендер әлі келген жоқ па? Әлі олар көмек алған жоқ. Айқай енді басталды. Барып, қазір алып жатыр адамдар. Сіздер де барыңыздар. Қазір гуманитарный помощьтар келіп жатыр. Кеше 2 машина таратып беріп жатыр бәрімізде. Тағы да Құрсын бәрін береді ғой. Уайымдамаңдар, істейді, бірақ шығарып жүрсе соның временный көрсеткісі бар ғой. сол үшін анықтама беріп жатыр ғой. бұрынғы үйім. Қазір новыйда салып қайтып кіріп тұр. Бірақ новыйда салған үйіме әлі Құжат жағынан апа проблема болмайды. Құжат жағынан өзіміз жәрдемдесіп істетіп береміз. Көрсетсін аккорд жасап береміз. Оған өзіңіз арыз жазасыз. Земельный кодекстің өзінің бабына сәйкес жазатын арыздарыңыз бар. Ол жағынан қолдау болады, ол жағынан бер жауап беріп қойыңыз. Мана суға қатысты. Сұрақ мана сізге су кеп болмайды. Біз күтеміз ғой деген. Сіз күтпейсіздер. Қазір мына ұсар кіріп тұрған судың бәрі артқа қарай тартылып жатыр қазір жайлап. Артқа қарай тартылып тұрса өзінің сағасына түсіп, аржанда су тартылғаннан кейін, анау бірінші екінші көпірдің астына түсіп, Құржинге түскеннен кейін барып, мына ортасы ашылады ғой. Пунайс әкеліп, пунайспен сразу сорамыз. Пунайс деген ол деген секундына 100 литр, 110 литр соратын үлкен сондай не, қауіпсіздігіне сусады. Соны сорып, кептіртіп, сосын сол жерге барып, комиссионына барып, осы сіздермен бірлесіп, барлығын апа жәрдемдесеміз, максималды түрде жасалап жәрдемдесіп береміз. Ең бірінші біз ана тұрғындардың үйіне әкелдік, сол жерден бірге жүріп оценка жасауды бірінші мақсатымыз. Апа, сұрақ қойып отыр ғой. Сіз өзіңіз түсінбейді ғой. Минимальный срокты істеңізші. Қараңызшы, үй артында тұрған су кетіп болмай апа мен Былай қарай кеш, былай қарай. Ортасымен жүр. Ортамен жүр, столбалардың ортасымен жүр. Көше сол. Екі столба, ортасы көше ғой. Кетіп батсыз, былай қарай, былай қарай. Біреуді маған бересің осы. Алды көтеріп айтайын. Қайнаған су болсын, күй болсын. Кетіп батсыз. Мына сенікі қай көшеде? 4-7. Ya lan düşüş ya, çabuk rastla attım Су түсіріп жатырмын, жасалады. Жәкеңнің үйі, біздің үй. Нұрбек түстің үйі жиені. Бейіс болып кеткен бәрі. Düşüş. Bakırmış. Былай қарай жүр, ортаға алар, ортаға. О, ортаға түш. Сәл былай деген абзанда бар көрген. Ортаға ал, екі стол бар, ортасы. Мынау біздің қайраң өзіміздің үйлеріміз. Су деген где-то бір сағаттың ішінде, ағыс деген жойқын. Бір сағаттың ішінде су деген 50 сантиметр биіктікке көтеріліп тұр.